Қос тағдыр. Мемлекеттік гранттың енді ғана бөлініп жатқан кезі, ауылда пәленшенің қызы немесе ұлы грант иегері болыпты дегенді естіп, бүкіл ауыл қуанатын еді. Мінеки бүгінде бір ауылдың бір сыныптан қос қызы, жақын құрбылар екеуі де грант иегері атанып, арман қуып ауылын қимай ару қала Алматыға жол тартты. Таныс тамыры жоқ, ешбір туысы жоқ үлкен қалаға қыздарын жіберіп, әке-шеше, ата-әже жандарын шүберекке түйіп, сары уайымға салынып қалды. Ұлжалғас пен Гүлдана екеуі бала кезден бірге өскен, қылықтары, мінездері бірдей құрбылар. Не істесе де бірге келісіп істейтін жандар. Әке-шеше, туған-туыс бәрі жиналып, бар тыққан, сақтаған, сүрленгендерін беріп жіберген болатын. Ертерек келіп, жатақханаға орналасып, қалталарындағы аздаған ақшаға қаланы қызықтап, көрікті жерлерін тамашаламаққа шықты. Әне-міне дегенше оқу жылы басталып кетті. Ауылдан келген аңқау, адал нәзік жанды екеуі ашық-шашық киінген қыздарды көріп, ұялыңқырап, өздерінің үстеріне бір көз жүгіртті. Күн батса қоршаудан аттап шықпайтын, үлкеннің алдын кеспейтін, ары үшін жаны садақа ететін бекем тәрбие алған, ағаның ашуына, әкенің қаһарынан қорқатын бұл аруларға жеңсіз қысқа етек киім көздеріне оттай басыла түсті. Көктемді алау гүлдердей алаулаған қыздардың топ ортасына келе жатқан аққұба өңді қос бойжеткенге көптің назары ауа түсті. Ұқыпты өрілген шаштары, етегі тобықтан асар аспас кең көйлек киюі олардың ауылдық екенін аңғартып тұрғандай. Оларға қарап, кейбіреулері табиғи боямасы жүздеріне тамсанса, біреулері саусағын шошайтып кемсітіп әлек. Жұрттың көз қарасынан аяғына тұсау салынған арғымақтай екеуі қинала әрең қадам басып жатақханаға кіріп кетті. Қасындағы бөлмелес группалас қыз Айдана да қаланың ақсаусақ қыздарының бірі. Ауылдың екі құрбысы қыздар алғашында Айданамен онша тіл табыса алмағанмен, кейіннен жақын аралас құралас болып кетті. Айдана оларды қаланың тіршілігіне бейімдеп, бірте-бірте қыздардың жүріс-тұрыстарын өзгертіп сала берді. Етекшеңдерін ақырын-ақырын тізеден асар аспас болып қысқарды. Заманға еліктеймін деп жаманға еліктеп жүргенін олар қайдан білсін. Оқуда озат қыздар сессияда білімнің кәдеге жарамай қаларын бәрін көк қағаз шешерін білмес еді. Сессияны соң көк қағазға келіп тірелгенде екеуі де абдырап қалды. Мысық пен тышқан ұқсап, мұғалімдердің соңынан қанша жүгірсе де баға қойып берер ойлары жоқ. Олардың көкейін тесіп тұрған көк қағаз екенін білсе де, бұл қыздарда әрқайсына берер ақшалары жоқ еді. Ауылдағы мал, егін шаруашылығы мен айналасынан әке-шешесінің онсыз да жағдайлары мәз емес. Қос құрбы сабақтан соң жұмыс іздеп шығып, дәмханаға даяшы болып жұмысқа орналасты. Әйтеуір шапқылап жүріп, сессиясын жапса да, күнделікті қалталарына аз-маз ақша түсіп үйренген екеуі жұмыстарын тоқтатпай жалғастыра берді. Артылған ақшаға қыз қыдырып, сырттан тамақтанып, қалалық адамдардай күн кешіп жүрді. Сонда да жұрт оларды ауылдық деп кемсітуді доғарған жоқ. Гүлдана, Ұлжалғас, бүгін кешкісін қыздар клубқа барғалы жатыр. Сендер барасыңдар ма? Жоқ, біз ондай жерге барып көрген адам емеспіз. Барғымыз келмейді де. Ой, қойыңдаршы, сендер осылай артқа шегіне берсеңдер, жұрт сендерді мазақ етуді тоқтатпайды. Мен қатты қысыламын, оның үстіне киетін тәуір киімім де жоқ. Ол жағынан алаңдамаңдар, мен бере тұрамын. Қос құрбы Айдананың ашық-шашық, жартылай жалаңаш киімдерін киіп, Айдана аздап оларды әрлеп сәндеп те берді. Өмірлерінде бетіне бояу тимеген қос құрбы айнаға қарап, өз-өздеріне тамсанып, көріктеріне көздері тоймай мәз-мейрам болып, клубқа барды. Ой бір шекелерінен тер бұрқырап шыққанша билеп, шашап әлі құрып, биік өкше аяқ киімді қолдарына ұстап, сүйретіле жатақханаға әрең жетті. Қалай қыздар? Бүгінгі кеш сендерге ұнады ма? Ой, құрысын, несін айтасың? Өмірімде мұндай көңілді күн болмаған шығар. Саған Гүлдана ұнады ма? Билеп шаршағаным соншама, сөйлеуге әлім жоқ. Рахмет саған, Айдана, өмірімізге мән кірді. Сендерге бір қызық айтайын ба? Жоғарғы курстың жігіттері сендерден көз алмай қалды ғой. Сендерді ауылбай деп жүрген қыздар қызғаныштан өртенуге шақ қалды. Мұның бәрі сенің арқаңда. Саған көп рахмет.
Қос құрбы күн сайын көктемгі масатыдай құлпырған гүлдердей жайнап, жүздері нұрлана түсті. Лапылдап жанып, лапылдап тасып, жарқырап күліп, тотыдай таранған күлім көз ару қыздарды көргенде жігіт атаулының бәрі түгел көздерін ала алмай қалатын. Ешкімнің жігерін жасытпай, көңілін қалдырмай, ешкімнің алдын кескестемей, кездескен қиындықты өздері ғана еңсеріп, қателігін өздері ғана түзетіп, кеңдігіне тереңдігі сай болып жүрген ақкөңіл арулардың көре алмас дұшпандарының болары ақиқат. Аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін дейтін заманда өмір сүріп келе жатқандықтан, бұл жағдай жоғары оқу орнының студенті, шенеуніктің шіренген, кісімсіген мінезді, бай әкенің дәулетіне шалқыған ерке бойжеткен Анельге ұнай қоймады. Жігіт атаулыны артынан күшікше жүгіртетін байханша атанған Анель қос құрбыға шүйлігіп алды. Өйткені оған назар аударар жігіт жоқ, кісіге жақсылық жасауға бейім, жапа шексе көбіне адалдықтан, аңқаулықтан жапа шегеді, жан баласына жамандық тілемейді, ешкімге залалы жоқ, шуағы мол, еңбекқор, көп оқып, көп тоқитын, біреулер секілді көкірек керіп, дауыс көтеріп те жатпайтын, кішіпейіл, кілтін тауып сөйлей алсаң, жүректен тербеп сөйлейтін қос құрбының маңына жемге келген құстардай жігіт те қыз да жинала қалатын. Бұл көрініс Анельдің одан әрі ашу-ызасын күшейе түсті. Жолдан тайғыш, әзәзілге бой алдырғыш Анельдің ендігі бар көздегені арамзалық пен алаяқтыққа жүгініп, олардың абыройына нұқсан келтіру болатын. Жүректі жібітіп, көңілді иітер жылы сөздің адам атаулының һәммәсіне ұнайтыны әлімсақтан белгілі. Жылы-жылы сөйлей, олардың ішкі бауырына кіріп, періште құрбының кейпіне енді. Аңғал, ақкөңіл басқалармен қарым-қатынас кезінде ізгі ниеттілік, шынайы тілектестік, ілтипаттылық пен жайдары қабақ, жарқын жүзділік танытатын, сұратпай-ақ басқаға көмектесуге әзір тұратын, басқаны көңілдендіруге, шаттандыруға, қиындықтан құтқаруға құмар ақжүрек қос құрбы Анельді шынайы құрбы ретінде қабылдады. Алайда періште кейпіндегі құрбының ішкі әлемінде шайтанның жасырынып жатқанын олар білген жоқ. Ұлжалғас, ана Анельдің бізге жылы қабақ танытқанына қуанып тұрмын. Оның бізбен құрбы болатыны жеті ұйықтасам да түсіме кірген емес. Иә, рас айтасың, мен де қуанып тұрмын. Әлгі ертеңгі шақырған қымбат клубқа барамыз ба? Өзі шақырып, ақысын төлеп тұрса, неге бармасқа? Барайық. Дұрыс айтасың, барсақ барайық. Қос құрбы ертеңгі күнгі асыға күтіп, тәтті қиялға батып ұйқыға кетті. Себебі Анель оларды өңкей бай қуатты адамдар баратын қымбат клубқа шақырған болатын. Абай атамыз алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Періштеден садаға кеткір-ай, періште алтынды не қылсын, өзінің көрсе қызар сұмдығын қостағалы айтқаны деп, айдана секілділерге дәл арнап айтқандай. Даңқ кімнің күліп тұрса басында, сатқындық та бұғып жүрмес қасында демекші, айдана қос құрбысын аз ғана ақша үшін сатып кетті. Клубқа барар алдында олардың суына ұйықтататын дәрі қосып берді. Жол бойы қос құрбыны ұйқы қысып, бастарын әрең көтере клубқа жетіп барды. Гүлдана, менің қатты ұйқым келіп тұр, мүмкін кері қайтармыз. Менің де ұйқым келіп тұрғаны, бірақ келіп тұра кері қайтқаным жарамас. Анель ренжіп жүрер, бір кіріп шығайық. Иә, ренжіп қалар, онда аз ғана уақытқа кірейік те шығайық. Екеуін Анель бір топ өзі секілді қара басының қамын ойлайтын, өзімшіл, зұлымды қиянатпен болса да мал-мансап, мақтан табуға құмар, өз көргенің түбіне ешқашан жете алмайтын, барды бағалаудан жұрдай, ақшаға өмірдегі бәрін сатып алуға болады деп ойлайтын өзімшіл жігіт қыздармен таныстырды. Қыздар, алкогольді ішімдік ішесіңдер ме? Жоқ, біз ондайды аузымызға да алмаймыз. Әй, Бағлан, ауылдың қыздары ішуші ме еді? Сен де қызық сұрақ қоядың ғой. Ұйқылы ояу ішпесе де мас адамның күйін кешіп тұрған қос құрбы намысқа тырысып алкогольді ішімдікті ішіп жіберді.
одан әрі не болғаны естерінде мүлдем жоқ. Таңертең екеуі де бүкіл денесі қақсап бөгде үйде оянғанда екеуі де есеңгіреп қалды. Жатын бөлме, 2 адамдық төсек жанындағы үстел үстінде аздаған ақша және керемет кеш үшін рахмет деп жазылған бір жапырақ қағаз ғана. Екеуі де естерінен адасты. Тоқтамай 1 сағат суымен қоса көз жастарына шомылды. Өмір жолында қиындықпен қоса адам деп айтуға ауыз бармайтын адамдарды да болатынының тағы бір дәлелі. Шариғаттағы өзіңе қол жұмсаудың үкімі ауыр екенін жақсы білетін қос құрбы бұл жолды таңдай алмады. Қыз баласы үшін ең асыл да қымбат пәктігін кірлету өте ауыр да қиын екенін бүкіл әйелдер жақсы білетіні мәлім. Олардың жан күйзелісін сөзбен жеткізу мүмкін емес тіпті. Әділетсіздік қоғам не тәйірі жігіт жаза басқан екен, кейін түзеліп кетеді деп сабазыңды кешіре саларсыз сөзсіз, ал қыз баласын ешқашан кешірмейді. Өмір бойына осы бір күнәһарлықтың ми батпанынан шыға қою екі талай емес пе? Иә, олардың бұл сәті тозақтан азап іспеттес болды. Ақыл дегіл жылап күш қайраттарынан айырылған қос құрбы сүйретіле жатақханаға әрең жетті. Айдананың азғындығынан бейхабар қыздар періште кейпіндегі жалғыз достың етегіне құлай жылап жіберді. Әй, сендерге не болған? Мынау түрлерің не? Құрбым, бізді айтуға аузымыз бармай тұр. Аңғал ақкөңіл қыздар бар болған жағдайды көздерінен жастарын сыға отырып, қорс етіп мұрындарын тартып баяндап берді. Жандарым-ау, нелерің бар еді? Ішімдік ішіп, көрпелеріңе қарай көсілсеңдер болмайды ма? Ол ішімдікке бола солай естен тана құлауымыз мүмкін емес болар. Айдананың көздері шарасына шығып кете жаздады. Онда неге түк тезбедіңдер? Соны өзіміз де түсіне алар емеспіз. Қос құрбының түрлері адам шошырлық. Екі көздері домбығып, көп жылағаннан өңдері қуарып, тірі өліктей отыр. Домығып ісіп кеткен екі көздерін жұмып, бір сәт әзер ұйықтады. Бойындағы бар күш қайраттарын жинап, сүйемдеп болса да сүйретіліп, оқу ғимаратына қарай жол тартты. Әншейінде оларды көрген бойда қолдарын сермеп езу тартып алыстан сәлемін жолдайтын құрбы достары олардан теріс айналды. Достар, менің каналыма тіркеліп және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өзіңізге ұнайтын кітаптың аудиосын тыңдағыңыз келсе, комментарийға жаза кетіңіз.